Енді Gemini'дің басқа жасанды интеллекттердің қандай айырмашылығы бар, қандай артықшылығы бар, соны көретін боламыз қазір. Ол міне мына жерде де бізде егер Google'дың өзіне кіретін болсақ, осы жерден де тұратын Gemini деп. Мына жақтарда да тұрады. Жақсы. Енді Gemini туралы бұған тоже өзің туралы айтшы деп көрейік. Gemini мен алдында да бір 2 рет қолданғам, негізі қатты көп қолдана бермеймін, бірақ көп жағдайда ол орысша тауып береді бізге. Ақпараттарды орысша тауып береді, яғни жақсы, қазір қазақша да айтады, бірақ көп жағдайда мүмкіндігінше орысша айтады. Соның өзінде де ол бастапқы жағдайда орысша жауап беріп тұр бізге. Бұл жалпы үлкен тіл моделі дейді, не істей аламын дейді, сұрақтарға жауап бере аламын дейді, мәтіндерді аудара аламын дейді. Яғни бұлар жасанды интеллектінің барлығы дерлік. Енді көпшілігі осындай чаттар, олар переводчиктің тілдерін ауыстыра алады. Одан кейін мәтіндерді жаза алады, әңгіме, эссе, хаттар, ақпараттар іздей алады, интернеттен кез келген, және маған үйрете алады, мұғалім бола алады. Және шектеулер болады екен оларда да. Бағдарлама болғандықтан адам сияқты ойлай алмайды, және сезім жоқ, роботтар сияқты десек те болады. Сонымен қатар үйренген ақпараттар негізінде жауап беремін. Жалпы жақсы, өзі мысалға осындай бір үлгіліктерге шығарып береді екен. Біз бұдан сұрақ көрейік. Менің ойыма келіп отырғаны әлемдегі ең биік тау деп сұрақ